Кім айтты тек қана мешітте сауап болады деп. Мектепте де сауап бар. Мектептің балабақшада да сауап бар. Жолда да сауап бар. Көпірде де сауап бар. Оқи алмай жүрген қазақтың баласын оқытып, соның қаражатын көтерсе, мен білем, бір азаматтар бар, біздің спорттағы азаматтарды көтереді. Спорттағы балалардың жетістігін, жаңағы мысалы чемпионатқа баруға, әлемдік додаларға баруға, соны өз қаражатынан спонсор болатындар бар. Оны қойыңыз. Мына біздің кейбір балаларымыз, қыздарымыз би курсына неге қатысады? Үйірмелеріне. Сол би үйірмелерінде көйлекті алмастырып киіп шешуге, сол көйлектің өзін спонсор болған ағаларымыз бар. Кім айтты одан сауап болмайды деп. Кітап оқитын балаларға кітап алып беруден де сауап болады. Жылда барлық мектепте, мешіттердің қабырғасынан мектепке жол акциясы ұйымдастырылады. Сол да сауап. Кітап басып шығару, ол да сауап. Біздің әншіде өнердегі азаматтарды қолдағанда сауап. Мүмкін жұлым бас жаға өлеңдер емес, кәдімгі ұлттың, кәдімгі біздің Мұқағали ағамыздың, Шәмшінің өлеңдерін, тәрбиелік бабаларымыздан келе жатқан жыраулардың өлеңдерін айту, осындай дүниені оқытып, осындай дүниені дамытқанның өзі сауап. Ал тек қана мешітпен сауапты шектемеу керек.